Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін металлургиялық үрдістердің физика-химиясы пәні бойынша дәрісті жалғастырамыз. Үшінші дәріс тақырыбы термодинамиканың екінші бастамасы. Мақсаты білім алушыларға өздігінен жүретін және өздігінен жүрмейтін үрдістер, қайтымды және қайтымсыз үрдістер қарастырылады. Термодинамиканың екінші бастамасы талқыланады. Әр түрлі термодинамикалық жүйелер үшін энтропияның өзгерісін есептеу мысалдарын қараймыз. Бірінші және екінші принциптің біріктірілген заңы менен гипстің іргелі теңдігін сипаттаймыз. Жоспар бойынша өздігінен жүретін және жүрмейтін үрдістер, қайтымды және қайтымсыз үрдістер, термодинамиканың екінші бастамасы, энтропия экстенсивті ықтималдық функциясы, әртүрлі термодинамикалық жүйелер, бірінші және екінші принциптің біріктірілген заңы, гипстің іргелі теңдігі. Өздігінен термодинамиканың бірінші бастамасын зерттеу энергетикалық балансты есептеуге мүмкіндік береді. Яғни, энергия қайдан алынып, қайда жұмсалады екенін анықтайды. Бірінші бастаманың кемшілігі, бірінші бастама келесі сұрақтарға жауап бермейді. Қарастырылатын жағдайда үрдіс мүмкін бе, әлде мүмкін бе, және жүйеде үрдіс қандай бағытта жүреді? Соңғы екі сұраққа екінші бастама жауап береді. Өздігінен жүретін үрдістер және өздігінен жүрмейтін үрдістер болады. Өздігінен жүретін де өзінен өзі сырттан энергияны жұмсамай, яғни жүйенің ішкі энергиясын қоры арқылы жүретін үрдістерді айтады. Мысалы, жүктің құлауы да ол салмақпенен өздігінен құлайды. Оған ешқандай біз күш жұмсамаймыз. Жүк өзінен өзі жоғарыдан төменге құлайды. Бұған температура, қысым, сыйымдылықтың теңесуі. Өздігінен жүрмейтін деп, жүйенің ішкі энергиясының қорының арттыруын туғызатын жүйеге берілген энергия арқылы жүретін үрдістерді айтамыз. Мысалы, жүкті біз күш жұмсап жоғарыға көтереміз. Жүк құлағанда жұмсамай, просто жібереміз, ол жүк өзінен өзі құлайды. Енді үрдістердің қайтымсызы және қайтымсызы болады. Қайтымды деп барысында бір қатар өзгерістерге ұшырап, жүйенің тепе-теңдік күйіне келетін үрдістерді айтады. Қайтымсыз деп барысында жүйеге ақырғы өзгерістерге байқалатын үрдістерді айтамыз. Мысалы, тепе-теңдік күйі деп және күйінің параметрлері тұрақты болған жүйеде ғана бола алатын күйді айтамыз. Мысалға, қайтымды процесс, мысалға, пештің үстінде қазанда су қайнайды. Оның крышкасын жапқанда су қайнап, бу болады да қайтадан су болып ішіне ағады. Бұл қайтымды. Қайтымсыз деп, мысалға, жылы температураға мұзды шығарып қойсақ, бөлме температурасына мұзды шығарып қойсақ, мұз өзінен өзі еркіп су болып кетеді. Ол уже қайтадан қатыру үшін оны біз салқын өте жоғары деңгейдегі минустық температураға қоюымыз керек. Ол қайтымсыз процесс болып айтылады. Термодинамиканың екінші бастамасы. Екінші бастама бірінші бастама сияқты табиғаттың жалпыға бірдей заңының математикалық баян етуі болып табылады. Сондықтан әртүрлі тұжырымдардың үлкен санына ие болады. Томсонның тұжырымдамасы бойынша энергияның әртүрлері жылуға айналады, ал жылу таралуға ұмтылады. Жылу ыстық денеден салқын денеге өтеді, ал кері үрдіс мүмкін емес. Больцман жүйенің энтропиясы әрдайым артады деп тұр. Энергия басқа жүйеден толық алынатын екінші текті мәңгі двигатель тұрғызу мүмкін емес. Бұл жерде екінші бастаманы шығару үшін цикл Карно дейміз. Карно циклын ықшамдау формуласын жасауымыз керек. Карно циклы екі изотермадан және екі адебатадан тұрады және қысым мен көлем координаттарында тұрғызылады. Міне Карно циклы деп, барысында жүйе бір қатар өзгерістерге ұшырап, бастапқы күйге қайта оралатын, содан бірнеше рет қайталанатын үрдісті айтамыз. Карно циклы Карно машинасында орындалады. Оның құрылымы міне қыздырғыштан, қысым мен температураменен өтеді де тоңазытқа өтеді. Бұл жерде жұмыс жасалып, күш жұмсалады. Қарастырылған циклды изотермалардың үлкен санымен бөлеміз, қиылысу нүктелерін арқылы адебаталар жүргіземіз. Сонымен
кіші Карно циклдер үлкен санын аламыз. Карно заңының салдарымен қолдансақ, егер 1 моль жүйеде Q мына қараңыз, Q-ды табамыз. Q тең C, T2 тең алу T1. Онда екінші бастамаға бірге қойсақ, мына формула шығады. Бұл өрнекті түрлендіруге келеді. Екінші бастама үшін, шығару үшін осы еркін үрдіс араласады. Кез келген нақты циклды кіші Карно циклдардан кез келген санымен ауыстыруға болады. Карно циклының жұмысшы дененің бағытына тәуелсіз. Қайтымды үрдіс пәк қайтымсыз үрдістен әрдайым болады. Карно салдарын негізінен зерттелген әрбір үрдіс кіші цикл үшін жазайық. Бұл арифметикалық қосындысы, жаңағы өткен формуламыз, алгебралық қосындысы мынандай дифференциалды түрде болады. Энергияның түрлері жылуға өтуге ұмтылады, ал жылу таралуға. Егер қоршаған ортамен байланысқан энергия айналуға ұмтылады. Оқшауланған жүйеде энтропия әрдайым артады, ал оның өзгерісі нөлге тең. Міне, энтропия артады, өзгерісі оның нөлге тең. Энтропия дегеніміз S әрпімен белгіленеді. Кез келген жүйенің энергетикалық қоры екі бөлікке бөлінеді: еркін және байланысқан энергия. Еркін энергия деп берілген жағдайларда жүйеден шығарып алып жұмысқа айналдыруға болатын энтальпияның немесе ішкі энергияның бөлігін айтады. Байланысқан энергия деп берілген жағдайда қоршаған ортаға жылу түрінде пайдасыз кетуге ұмтылған энтальпияның немесе ішкі энергияның бөлігі. Энтропия деп байланысқан құнсызданған энергияның өлшемі аталады. Энтропияны ретсіздіктің өлшемі деп атау қабылданған. Өйткені энергия жылу түрінде қоршаған ортаға беріледі. Нәтижесінде жылулық қозғалыс артады, яғни ретсіздік қозғалыс артады. Энтропия экстенсивті ықтималдық функция. Екінші бастаманың математикалық шығарылуынан энтропияның күй функциясы болып табылатыны анықталды. Энтропия өлшем бірлігі жылу сыйымдылықтың өлшем бірлігіне ұқсас. Джоуль бөлінген моль көбейтілген кельвин. Олардың негізгі айырмашылығы физикалық мағынасында. Энергияның кез келген түрі интенсивті фактордың экстенсивті факторының кедергісі болып ретінде көрсетіледі. Математикалық ықтималдық деп қолайлы оқиғалардың жалпы оқиғаларға саны қатынасын айтады. Термодинамикалық ықтималдылық деп жүйенің берілген күйін іске асыратын оқиғалар саны аталады, немесе термодинамикалық ықтималдылықтың жүйенің берілген макро күйін анықтайтын микро күйі санын айтады. Термодинамикалық ықтималдылық пен энтропия қасиеттерінің айырмашылығы негізінде оларды өзара байланыстыру проблемасы туындайды. Бұл проблемалардың кез келген жүйеде үрдістің мүмкіндігі менен бағытын энтропия өзгерісінің таңбасы бойынша анықтауға болады. Егер энтропия нөлге тең болса, онда жүйе термодинамикалық тепе-теңдікте болады. Егер энтропия өзгерісі нөлден үлкен болса, онда жүйедегі өзгеріс өздігінен таңдалған бағытта жүреді. Егер энтропия өзгерісі нөлден кіші болса, онда жүйеде үрдіс кері бағытта өздігінен жүреді. Бұл жерде екінші бастаманың қайтымды үрдістер үшін және қайтымсыз үрдістер үшін және кез келген үрдістер үшін екінші бастама. Әртүрлі термодинамикалық жүйелер үшін энтропияның өзгерісін есептеу -10 градус Цельсий температурада алған асқын суытылған су қабаттарының энтропия өзгерісін анықтауға болады. Мына төменде берілген формула арқылы. Қайтымсыз үрдістің энтропия өзгерісін есептеу үшін келесіні қажет етеді. Берілген қайтымсыз үрдісті қайтымды үрдіспен ауыстыру керек. Алынған қайтымды үрдістің энтропия өзгерісін есептеу керек. Зерттеліп отырған қайтымсыз үрдістің энтропия өзгерісін табу керек. Бұл Менделеев-Клайпейрон теңдеуі. Және қайтымды үрдістердің энтропия өзгерісін есептеу үшін жалпы теңдеу бұл дифференциалды түрдегі теңдеу. Менделеев-Клайпейронның дифференциалды түрдегі теңдеуі деп аталады. Бірінші және екінші принциптің біріктірілген заңы шығу үшін, міне бірінші принцип біз айтқандай жүйеге берілген жылу ішкі энергияның өзгерісіменен сыртқы механикалық жұмысқа жұмсалады. Екінші принциптің бастаманың оқуы ішкі энергия және
сыртқы механикалық жұмыстан құрады. Және екі принциптің біріккен теңдеуі мынадай формулаға ие болады. Ішкі энергияның өзгеруі мен жылу және пайда болу жұмыс атқару түрлерінің энергия жоғалту салдарынан болады. Гипстің іргелі теңдігі. Жүйенің ішкі энергиясының өзгеруі жүйенің пайдалы жұмыс атқару және энергияны жылу түрінде жоғалту салдарынан шығады. Осы 7 және 8 теңдеулер гипстің фундаменталь теңдеулері болып табылады. Гипс заңы жүйенің ішкі энергиясының өзгеруі жүйенің әртүрлі жұмыс атқару салдарынан туылады. Барлық мәліметті оқыған бүгінгі дәрісімізді бақылау сұрақтарымен бекітеміз. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.